Асканор каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ерекше салат дайындайтын боламыз. Ол салатымыз холодный деп аталады. Яғни оны қайнатпаймыз, қуырмаймыз, банкаға салып стерилизовать етпейміз. Менің каналым сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Сондықтан сіздер менің каналыма подписка жасап, лайк басып қолдап қойыңыздар. Енді бұл салатымызға не қажет? Бұл салатқа капуста, морковь, перец, пияз, тұз, қант, уксус және сұйық май қажет болады. Барлық көкөністерімізді жуып тазалап өлшеп алғаннан кейін менің видеодағыдай мен ұқсап турап теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Енді турап алған көкөністеріміздің үстіне тұзымызды, қантымызды, суға араластырған уксусымызды және сұйық майымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін мен секілді ыдысқа немесе өз қалауларыңыз бойынша өздеріңіз білесіздер пакетке де салып тоңазытқышқа яғни холодильникке қоямыз да ертесінде жей беруімізге болады. Бұл салаттың жасалу жолын мен астына толығымен жазып кеттім, ал салатымның дәмін көріп сіздерге ас болсын деймін. Келесіде біз сіздермен қонақ шақырған кезде үстелге қоятын ерекше салаттар жасайтын боламыз. Сау болыңыздар.